Бүгін сіздермен заварной рулеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысқа 2 жұмыртқаны және де қантты салып, жақсылап араластырамыз. Үстінен жүгері крахмалын қосып, тағы да жақсылап қозғап алатын боламыз. Ал енді үстінен салқын сүтті құйып, жақсылап араластырамыз. Енді дәл осы массамызды сол ыдысқа қайтадан аударамыз және де отымызға қойып, жақсылап араластырып қоюлататын боламыз. Оттың асты ең төменгіде болуы қажет. Осылай араластыра отыра массамызды қоюлатып алатын боламыз. Міне массамыз қоюланды. Енді тағы да 1 минут араластырамыз. Оттан алып, үстінен сары майды салып, жақсылап қозғаймыз. Міне дайын болды. Ал енді үстінен пищевая пленканы жақсылап нығыздап жауып, жақсылап салқындағанша қойып қоямыз. Ол уақытта қамырды дайындаймыз. Ол үшін бізге су және де сары майды осылай ыдысқа салып, отқа қойып, жақсылап ерітіп алу қажет болады. Енді үстінен ұнды саламыз және де тез-тез жақсылап араластырып отыра қамыр дайындап шығатын боламыз. Міне біздің қамырымыз дәл осындай болып шықты. Енді оттан алып, қамырымыздың үстінен 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, біркелкі масса шығаратын боламыз. Біздің массамыз кішкене сұйықтау, осындай міне дәл осылай видеодағыдай болып шығатын болады. Енді пергамент қағазын алып, осы массамызды саламыз және де барлық жеріне жеткізіп, осылай созып шығатын боламыз. 180 градустай қызып тұрған пеште шамамен 15 минут уақыттай пісіріп аламыз. Міне дайын болған қамырдың үстін жауып, кішкене суығанша қалдырамыз. Ал енді қамырымызды аламыз. Жан-жағын кесіп алып тастасаңыз да болады. Мен кесіп алып тастаған жоқпын. Тікелей осылай кремді үстінен салып, жақсылап осылай барлық жеріне жеткізіп, жағып шықтым. Ал енді шетінен осылай жақсылап ораймыз. Пергамент қағазымызбен тағы да орап, тоңазытқышқа кемінде 2 сағат уақытқа салып қоямыз. Бөртінге салсаңыз тіптен жақсы болып шығады. Осылай шеткі жерлерін алып тастадым және де қалған бөлігін осылай үлкен етіп кесіп шықтым. Сіздерге дәл осы рулетті жасап көруге кеңес беремін. Қалған креммен осылай бетін әсемдеп шыққан болатынмын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер, дәмі ерекше болып шығады. Ас болсын.